Эми сондықтан жаңағы барлығымыз қателесеміз, барлығымыз ұрынамыз, бірақ не? Солардың ішіндегі пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не дейді? Абзалдары, жақсылары тез тәубе қылғандар дейді. Бұл тез тәубе қылу адамды Құранды аштыруға тікелей байланысты нәрсе. Тәубесіз жоқ болғаннан кейін күнәлардың, ол Құранды аштырмайды да, ол көрдіңіз ба? Екінші сыры дейді Құранды аштырмайтын. Бұл біз өзімізді толығымен дүние тірліктеріне беріп тастадық дейді. Толығымен бердік, ақша табу, тіпті балаға да қарамаймыз, баланды балабақшаға беріп тастадық. Тек біз өзімізді немен айналыстырып, дүние жинаумен айналыстырып жатырық дейді. Безендіріп жатырық дейді. Уақытша дүниені безендіріп жатырық, мәңгілікті безендірудің орнына дейді. Енді қараңыз, сол нәрсені істемейді, аштырмайды дейді Құранды. Жаңағы пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады ғой, кім дүниені басшылыққа алуды қараса, дүниені қаласа, Құранды басшылыққа алсын дейді. Дүние керек па? Құранды басшылыққа ал дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ақырет керек па? Алланың қасындағы мәңгілік өмір. Онда тағы да Құранды басшылыққа ал дейді. Ал екеуін бірге алғың келе ме? Онда тағы Құранды басшылыққа ал дейді. Дүниеде ақыретте керек па? Құранды басшылыққа ал дейді. Неке біз Құранды басшылыққа алмай, дүниені басшылыққа алдық та Құранды тастадық. Сонымен не болып жатыр? Соңы апаттарға әкеліп жатыр. Өзіміздің рухани апаттарымызға әкеліп жатыр. Үшінші нәрсе дейді ғалымдарымыз дейді. Құранды бізге аштырмай тұр. Рамазанда да аштырмай тұр ғой енді ол. Көрдіңіз ба? Былай уақыт қойғанымыз. Әлі күнге дейін бұл Құранның дейді. Әлемдердің Раббысы болған, жоқтан бар еткен, бүкіл әлемнің Раббысы болған, Алладан түскен ұлы мұғжиза, ұлы кітап екендігін әлі сезіне алмайдық дейді жүрекпен біз. Ұлы Раббының хаты екендігін, жолдау екенбіз әлі қадіріне жете алмайдық. Міне, сол сенім бізге әлі жерге бара алмай жатыр. Сондықтан бізге Құран сөрелерде тұратын кітап болып қалған, немесе бір-біріміздің арамызда сыйлыққа жүретін кітап болып қалған. Шаңын сүртіп тек атамнан қалған, анамнан қалған деп қойып, мақтануға келген кезде оның алдыңа адам түсірмейсің.